Сәлем достар, сіздермен Нұргүл. Бүгін мен сіздерге цветной капустадан жасалатын, дәмі ерекше әрі тез дайындалатын тағам түрімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен қажетті заттар тізімін жазып қойдым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша түрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен базилик пен қарабұрыш қостым. Негізі базилик өте дәмді, дәм береді асқа. Енді біз цветной капустамызды жуып болғаннан кейін осылай талшықтарын барлығын кесіп, бір-бірінен ажыратамыз. Ажыратып болғаннан кейін қайнап тұрған ыстық суға бір ас қасық тұз саламыз. Сөйтіп қайнаған ыстық суымызға тағы да цветной капустарымызды салып, 10 минуттай қайнатып аламыз. 10 минуттан кейін сүзіп алып, суығанша қоямыз. Суығаннан кейін кляр дайындауға кірісетін боламыз. Ендеше бізге 2 жұмыртқа қажет бізге. Мен тек 2 жұмыртқа қолдандым, өйткені менің цветной капустам көлемі орташа ғана болды. Егер сіздерде үлкен болса, 3 қолданасыздар. Енді біз шай қасықпен 6-7 қасықтай ұн қосамыз. Қосып араластырамыз жақсылап. Осылай қою болады, сұйық болмау керек. Базилик пен қарабұрышымызды қосамыз да тағы да араластырып аламыз. Базилик айтып кетейін, тағы да ерекше дәм береді тамаққа. Кез келген астың түріне қолданасыздар. Енді дайын болған клярымызға осылай капусталарымызды малып алып, қызып тұрған майымызға капусталарымызды осылай саламыз. Қатты күйдіріп жібермеңіздер, піспей деп қорықпаңыздар, өйткені бұл онсыз да бір рет қайнап алған болатын. Сәл қызарғаннан кейін капусталарымызды аламыз. Енді біз соус жасаймыз. Ол үшін бізге майонез қажет. Майонезге укроп, петрушка болсын, зелень болсын, қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Және 2 түйір ғана чеснокты мен пайдаландым. Өйткені көп болса, ашты болып кетеді. Мінекей біздің ерекше дәмі ешнәрсеге ұқсамайтын бір кітірлеп тұратын капусталарымыз дайын. Міндетті түрде жасап, дәмін татып көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын.